Саламатсыздар ма балалар? Қане ортаға шығып, шаттық шеңберіне тұрайық. Ал балалар, сабағымызға сәттілік тілеймін. Сендер де бір-бірлеріңе сәттілік тілеңдер. Ал енді топқа бөлінейік барлықтарыңыз. Қане 5 жұлдызды алғандар бірінші топқа отырамыз. 4 бұрышты белгіні алғандар екінші топқа отырайық. 3 бұрышты белгіні алғандар үшінші топқа отырайық балалар. Бөлінейік. Ал балалар, бүгінгі сабағымыз қорытынды практикум, сарабарлық жұмыс, мақсатын, міндетін айтып өтейін. Яғни сабақта Қазақстанның халқы туралы өткен барлық сабағымызды қорытындылау. Сендерге үйге есіне түсіп дайындалып келетін тапсырмалар берілген. Жауап берейік. Демография халықтар туралы оның санын, табиғи қозғалысын, құрамы мен құрылымын зерттейтін ғылым. Халық саны жөніндегі мәліметтер халық санағы береді. Халық санағы 10 жылда бір болады. Егемендік алғаннан бері неше халық санағы бекітілді? Қай жылдары? 1999 және 2009 жылдары. Сонымен балалар, сабағымыздың тақырыбы Қазақстанның халқы. Облыстар бойынша халықтың табиғи өсімі. Урбандалу деңгейі мен көші-қон деңгейлерін анықтау. Карта бойынша еліміздегі халықтың орналасу заңдылықтары. Ал енді балалар, осы тапсырмалардың барлығын орындау үшін білу, түсіну, талдау, жинақтау, баға беру тапсырмалары арқылы біз осы сабағымызда анықтаймыз. Енді бірінші деңгей тапсырмаларын қане? Бірінші деңгей тапсырмаларында орындаңдар. Дайындала беріңдер. Туу мен өлудің нәтижесіндегі ұрпақ ауысуы ол халықтың табиғи өсімі. Дұрыс. Адамдардың бір жерден екінші жерге қоныс аудару көші-қон. Келесі. Табиғи өсімді бір типінің екіншісіне алмасуын демографиялық революция деп атайды. Келесі. Жастық құрылымына қарай халықты 3 топқа бөледі. 14 жасқа дейінгі балалар, ересек адамдар және егде адамдар. Еңбек ресурстары мемлекет экономикасында жұмыс істеуге қабілеті бар адамдар. Ұлттық бір бөлігі өз елінен басқа жерде тұруы диаспора деп атайды. Халық саны өсуінің жылдам қарқыны демографиялық жарылыс деп. Жұмысшылар мен жұмыссыздар бірігіп экономикалық белсенді халық деп аталады. Модернизация дегеніміз өнеркәсіптің жетекші салаларын дамыту, халыққа шаруашылықта қызмет көрсетудің формаларын жетілдіру. Халықтың негізгі белгісі оның тілі. Ал үшінші топ. Халықтың табиғи қозғалысын басқарып отыру үшін экономикалық үгіт шараларын белсенді жүзеге асыру демографиялық саясат деп аталады. Жұмыспен қамтылған халықтың қандай да бір іспен шұғылдануы кәсіби құрылымды көрсетеді. Әлеуметтік құрылымда қоғамдағы алатын орнына байланысты адамдар тобыр кластарға бөлінеді. Халықтардың шығу тегін әркелкі орналасуы, мәдениеті мен тұрмыс жағдайын зерттейтін ғылым этнография. Дінтанушылар дінді 3 топқа бөледі. Олар рулық, тайпалық, ұлттық және әлеуметтік. Екінші қадам үлгі бойынша қолдану біліктілігін бағалау. Тапсырмаларын орындайды. Ал келіңдер. Астана қаласының тығыздығы 111,2. Келіп жазалым. Ақмола қаласының тығыздығы 5. Алматы облысының тығыздығы 122. Қарағанды облысының тығыздығы 4,1. Дұрыс па екен? Тексеріп көрейік. Топқа беріледі балалар. Әр топ өздерінің тапсырмаларында көріп алыңдар. Екінші топтың тапсырмасы қолдану. Және үшінші топтың орындап, сол орындарынан айтамыз. Бізге бірінші топқа берілген тапсырма халықтың жастық және жыныстық құрамын анықтау. Құрам құрамдас бөліктердің жиынтығы, құрылым цифрлармен берілетін салыстырмалы шамалар. Белгісі, құрамы мен құрылымы. Жынысы еркектер мен әйелдер. Еркектер 48%, әйелдер 52%. Жасы балалар мен жасөспірімдер 25%, ересек адамдар 68%, қарт адамдар 7%. Тұратын жері қала халқы 55%, ауыл халқы 45%. Топтың тапсырмасы қаланың қызмет көрсету функциясын анықтау. Қалаға қызмет көрсету функциясы өмір сүруін қамтамасыз етеді. Қала қызметі қала құрушы, қызмет көрсетуші болып бөлінеді. Қала құрушы орталық және арнаулы болып бөлінеді. Орталыққа астаналық әкімшілік, облыс орталықтар, ауданның орталықтары жатады. Арнаулар өнеркәсіптік, көліктік, сауда, мәдени, ғылыми, туристік және әскери. Әлеуметтік құрылымда қоғамдағы алатын орнына байланысты адамдар класстарға бөлінеді. Бірінші класс кәсіпкерлер 180 мың адам. Ұсақ меншікті иелер 35 мың, ал жалдамалы жұмысшылар 68 мың.
Жалдамалы жұмысшылардың өздерінің арнайы фабрикалар немесе зауыттары жоқ. Олар мемлекетке жұмыс істейді. Олардың сол мемлекеттің жалақысымен күн көреді. Ал ұсақ меншіктілер, олар кооператорлар, өздеріне жұмыс істейтіндер. Ал кәсіпкерлер болса, олар жұмыс берушілер, олар қаржылы, ақшалы бар адамдар. Ал топ басшылары бірінші деңгей тапсырмаларын орындаған оқушылардың ұпайларын ашық журналға белгілеңдер. Ұпайларын белгілеңдер ашық журналға. Біздің топта бірінші деңгейден барлығы 5 ұпайдан алды. Екінші деңгей тапсырмалары себебін анықтау. Қандай себептерге байланысты жұмыссыздық пайда болады? Жауабы: сұраныс ұсыныстан кем болса жұмыссыздық пайда болады. Ал екінші топ? Ниеттен 1937-44 жылдар аралығында Қазақстанға кәрістер, поляктар, немістер, жексіз халықтар көшіріп әкелінді, күшпен еріксіз көшірілді. Ол депортация деп аталады. Ал үшінші топ? Не себепті қазақ халқы өздерінен жаппай еріксіз көшірілді? Себебі 1916 жылғы көтеріліс жылдарына 1939 жылғы ұжымдастыру мен аштық кезіне сәйкес келді. Сол кезде Қытайға, Монғолияға, Ауғанстан мен Иранға, Орта Азия және Ресейге 1,3 миллион адам көшті. Талдау тапсырмаларын бағалау. Қосымшадағы бірінші кестені пайдаланып, 59-60 сурет, 26-шы суретті салыстыра отырып, өз облыстарындағы халықтың орналасу сипаттамасын жоспар бойынша құрастырасыңдар. Жамбыл облысы 144 мың километр квадрат 10 орында. Облыстың халық саны 1070. Тараз, Қаратау, Жаңатас, Ауылдар саны 373. Облыстардың еліміздің қай аймағында жатады? Оңтүстік ауданының құрамында. Оңтүстік Халық саны бойынша республиканың екінші орында, 6-шы орында. Тапсырма орындаған оқушылар бағалау парағына белгілеп отырдық. Сөз жұмбақ шешейік. иммиграция. Иммигранттардың елге қайта оралуы реиммиграция. Дұрыс жаздыққа барыңыз. Жинақтау тапсырмаларын меңгеру. Алдыларында тест тапсырмалары тұр. Соны орындаймыз. Қазақстан халқының ең көп әлеуметтік тобы жалдамалы жұмысшылар. Қазақстандағы жұмысқа жарамды елдердің жоғарғы шекарасы 63 жас. Қазақстандағы жұмысқа жарамды әйелдердің жоғарғы шекарасы 58 жас. Баға беру, біліктілігін қалыптастыру. Сен қалай ойлайсың тапсырмаларын орындайық. Қалай ойлайсың? Еліміздің тұрғындар саны мен аумағы бойынша алатын орнын салыстырып көрейікші. Қане кім айтады? Ел аумағы 2524,9 мың километр, аумағы бойынша әлемде 9-шы орында. Еліміздің халқының саны 17 миллион. Халық саны бойынша әлемде еліміз 62-ші орында. Дұрыс. 2020 жылы еліміздің халқының саны 19 миллион адамға көтеру жоспарлануда. Сол кезде халық саны бойынша әлемде 59-ші орынға көтеріледі. Сонда қараңдаршы балалар, бар болғанда қаншасыншы орынға көтеріледі? 59-ші ғана орынға көтеріледі екен. Ал енді бұл салыстырудан қандай қорытынды жасауға болады? Қане? Бұл салыстырудан еліміз орналасқан кең байтақ аумақ пен халық санының аса көп болмауы байқалады. Ал Әділбек айта ғой. Белгілі қазақстандық демограф ғалым Мақаш Тәтімов Қазақстан халқы сыймай жатқан әлемде халқы мардымсыз аралға ұқсап қалмау керек деп айтумен келеді. Ал сонда қандай мәселені көтеріп отыр балалар? Ол халық санын көбейту қоғамдағы алдыңғы қатарлы мәселенің бірі болып табылатынын айтып отыр. Қандай жолы бар осы мәселені шешудің? Бізде қазір Қазақстанда көптеген авариялы өлімдер көп болып жатыр. Сол өлімдерді азайту керек, ережелерді жақсы сақтау керек. Және де көптеген демалыс орталықтарын ашу керек. Өзіміздің табиғатымызды қорғау керек. Сонда өзімізге де таза ауа келеді. Қазақстан халқының саны аз 17 миллион. Ол санды көбейту үшін мен былай ойлаймын, жас аналарға көбірек қаржы бөлу керек. Қай жағынан қаржы бөлу керек сонда? Қалай бөлу керек? Әшейін бере саламыз ба қаржыны? Жоқ, жас сәби дүниеге келгенде. Балалар енді сонымен қорытындылай келе, халқымыздың саны қанша екен? 17 миллион адам. Жеріміздің көлемі? 2700
міне осы өте кең көлемді біздің территориямызға халқымыздың саны сәйкес келе ме екен? Жоқ. Сондықтан барлығын не істеуіміз керек? Халық санын көбейтуіміз керек және жағдай жасауымыз керек. Үшінші, деңгей бойынша тапсырмаларды орындаған оқушылардың білімдерін бағалаңдар. Бағалау парағына қойыңдар да ашық журналға белгілейді. Бағалау шкаласы тақтада тұр. Ал балдарын қойып бітсек, енді бағаға айналдырайық. Алтынай 10 ұпай жинап 4 болады, иә? Әлібек 4, Гүлжайна 4, Айсұлу 11 ұпай 5, Назерке 10 ұпай 4. Мониторинг шығарайық балалар. 5 алған оқушылар сендерге шығармашылық тапсырма дәптерлеріне жазып алыңдар. 7 оқушы 5 алды, 8 оқушымыз 4 алды. Ал білім сапамыз қанша болады екен? Қане санаңдаршы? Бүгінгі сабағымыздың білім сапасы қанша болды сонымен? 83 пайыз. Тапсырма балалар. 15-ші параграф шаруашылықтың құрамы мен құрылымы. Осы тақырып бойынша көпір тапсырмаларына дайындалып келесіңдер. Бірінші, жоспарлы нарықтық және аралас экономика дегеніміз не? Екінші, Қазақстан шаруашылығы яғни кәсіпорындар, салааралық кешендер. Үшінші, экономиканың құрылымдық ерекшеліктері қандай? Міне осы сұрақтарға жауап беруге дайындалып келесіңдер. Бұл көпір тапсырмалары сендерге. Ал балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сабаққа белсенді қатысқандарың үшін көп рахмет сендерге. Күнделіктеріңді атыңдар, бағаларыңды қойып берейін.